Әйелдің пірі Бибі Бәтима. Бибі Бәтима Мұхаммед пайғамбардың сүйікті қызы Әзіреті Әлидің адал жары болған. Қазақ дүниетанымында үйдің құты, отбасының желеп-жебеушісі деп аталады. Аңыз бойынша Бәтима анамыз бірде әкесін сахабалармен бірге қонаққа шақырады. Ол кезде Бәтима ер Әлидің адал қосағы екен. Дастарханын жайнатып, аяғынан тік тұрып қызмет көрсетеді. Ешкімнің көңілін қалдырмайды. Бала демей, шаға демей, кішкене сәбилерді де риза қылып, көңілін табады. Ер Әлидің осы тойда мерейі үстем болыпты деседі. Барлық сахаба Бәтиманың қызметіне сүйсінеді. Пайғамбардың да қызына ерекше назары түседі. Мұны Бәтима анамыз іштей байқап қойыпты. Той тарқауға жақындап, пайғамбар қолын жайып, дастарханға бата бермек болады. Сол кезде Бәтима: «Әкешім, бір шартым бар, мені дұғаңызға қоссаңыз», дейді. «Қандай тілегің бар?» дейді пайғамбар. «Үмбетіңіздің ошағының қасынан, бесігінің басынан табылайын, әрқашан қызметінде болайын», дейді. Пайғамбар солай деп бата беріпті. Тәңірі оның дұғасын қабыл етеді. Содан бастап Бәтима анамыз отбасының піріне, әйел затының қорғанына айналады. Қыз келіншектер қиналса, қандай да бір іс бастаса, Бәтима анамыздан медет тілейді екен. Әжелер кілем тоқығанда, үйді аластағанда, «Менің қолым емес, Бибі Бәтима анамыздың қолы» деп бастайтын болыпты. Ұлық Алла өзінің сүйікті пайғамбарының перзентінің құрметіне айтқан тілегін қабыл етеді, істі оң етеді деп сенеді. Қиямет қайымда да Бибі Бәтима анамыз әйел затына шапағат етіп, пайғамбардың үмбетіне араша түседі екен. Қазақ арасында Бибі Бәтима анамызды үлгі, өнеге ететін аңыздар өте көп. Күні бүгінге дейін оның атын атап, рухына тағзым етіп іс бастайтын дәстүр үзілмеген.